Қайырлы күн достар, қаларыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ерекше астың дайындалу жолымен ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамды жоғалтып алмас үшін YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең бірінші кезекте езілмейтіндей етіп қамырын елеп аламыз. Оған бізге осындай жылы су керек болады, және де бір шай қасық тұз керек болады. Осындай мантының немесе пельменнің осындай қамырларын жасаған кезде тұзы молырақ салсаңыздар, қамырыңыз жыртылмайтын және де езілмейтін болады. Және де осы сұйықтығымыздың үстінен бір жұмыртқа қосып толықтай араластырамыз. Неге достар, барлығын толықтай араластырып дайындап алдық. Енді осының үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз. Неге достар, құйып дайындап алдық. Енді осының үстіне құрғақ ұнымызды, алдын ала өлшенген құрғақ ұнымызды салып, қамырымызды елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ немесе өте қатты болып кетпеу керек. Видеоның төмен жағында описание бөлімінде көрсетілген ингредиенттер бойынша жасасаңыз, қамырыңыз ыдысыңызға да, қолыңызға да жұқпайтын болып, езілмейтін болып еленеді. Мінекей достар, осылай қолымызбен біріктіріп, қамырымызды елеп дайындап алдық. Енді мұны әр 5-10 минут сайын ең қандырып елеп тұрамыз. Мінекей достар, елеп алдық. Ендігі ұнымыздың еуі қанғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай туралған, ұсақтап туралған ет немесе фарш, сосын осындай май және де пияз керек болады. Ең бастысы осы үшеуі: май, пияз және де ет керек болады. Енді татымына қарай тұз саламыз. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша қара бұрыш немесе зира қоссаңыз болады. Зира қоссаңыздар, дәмі өте дәмді және де иісі керемет болып аңқып тұрады. Мінекей достар, барлығын салып дайындап алдық. Енді жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біз начинкамызды дайындап алдық. Енді қамырымызды дайындауға көшеміз. Ол аралықта біздің начинкамыз тұзы сіңіп, өте дәмді болып тұрады. Достар, қамырымыздың да ие қанып, тынып өте өз бабына келіп тұр екен. Енді бұны оқтаумен жұқалап жазамыз. Мінекей оқтаумен жазып дайындап алдық. Енді бұны дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Бұл жаңағы бауырсақтың көлемінде, мен бауырсақ кескішпенмен кесіп дайындап жатырмын. Осылай дөңгелектеп бөліп дайындап аламыз. Қамырымыз өте жұқа, не қалың болып кетпеу керек, өз бабында. Мінекей достар, қалыңдығы осылай. Барлығын дөңгелектеп бір келкетіп кесіп дайындап аламыз. Достар, осымен барлық бөліктерімізді осылай дөңгелектеп қиып дайындап алдық. Енді бұны жаңағы түйуге көшеміз. Мінекей достар, ішіне салмамызды, яғни начинкамызды салып, тура осылай бір жағын ғана осылай бүру арқылы түйеміз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Мінекей достар, барлығы осылай бір келкі болып түйілуі қажет. Түсінікті деп ойлаймын. Тек бір жағын ғана қайырасыздар. Осылай бір-біріне жабыстыру арқылы барлығын дайындап аламыз. Мінекей достар, барлығын бір келкі етіп түйіп дайындап алдық. Достар, қараңыздаршы, мына жақта ернеу жағын толықтай бекітіңіздер, себебі қазір пісірген кезде ашылып кетпеу керек. Енді бұны сковородкаға орналастырамыз. Сковородкамызды осылай астын майлаймыз. Толықтай бір келкі етіп, майды молынан жағып осылай түбін майлаймыз. Майды көп құюдың қажеті жоқ, тек қана осылай бір келкі етіп жағып шықсаңыздар жеткілікті. Осылай достар, барлығын бір келкі етіп майлағаннан кейін осылай бірінен соң бірін осылай кезектестіріп, тізіп дайындап аламыз.
мына жерде табамыз міндетті түрде басында майымыз қызып тұруы міндет емес. Осылай майды жаққаннан кейін біркелкі етіп бәрін бірге осылай тізіп аламыз. Осылай достар, барлығын орналастырып дайындап алдық. Енді бұны қызып тұрған плитада пештің үстіне шамамен 5-6 минутқа асты қызарғанша қоямыз. Жаңағы аз ғана майға асты міндетті түрде қызару керек. Қызарғаннан кейін үстінен осылай су құямыз, қайнаған су. Суды тура ортасына келетіндей етіп құямыз, және де осы су тартылғанша қақпағын ашпай қайнатамыз. Мінекей достар, қайнап суымыз әбден тартылды, барлығы дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей қараңыздар, асты қарылып өте дәмді болып піскен. Ішіндегі начинкасы да, еті де толықтай піскен. Айтпақшы достар, әдемілік үшін үстінен осылай мак немесе күнжіт сеуіп жесеңіздер тіптен әдемі болады. Бұны әрине пісіп болғаннан кейін ең беткі бөлігіне сеуіп жесеңіздер. Достар, барлықтарыңызға осы рецепт арқылы жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, немесе видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.